Жылауды тағыңдар, доданы жарыңдар, абырой табыңдар, бет ашар салыңдар. Намыстан таймағын, жарқырап жайнағын, серкені тақымдар, ақырын айдағын. Астанадамыз ағайындар. Дүбір естісе жатамайтын қазақтың баласымыз ғой. Бүгін Астанада көкпар бар дегенді естіп, Шымкенттен арнайы келіп, Астананың көкпары, Елорданың көкпарын тамашалап қайтайық деп, қазір Атшабарға аттанып бара жатырмыз. Түнде келдік Астанаға, көкпар болады бүгін, Алла бұйырса, мына Қоянды деген жерде. Қазір Қуанқұдық деп айтылады екен ол жер. Сол жерге көкпар келіп қалдық. Інілеріммен бірге келдік, 3 пар болып, бұйырса осы Астананың көкпарын көріп, тамашалап, шауып, бір қызықтырып қайтайық деп. Көптеген жанкүйерлердің көкейіндегі сұрақтарды жай қоя берейін. Көкпарға бара жатырмыз. Футболдың маусымы ғой, бәрі қарап отыр. Кеше Роналдоның артынан Ямал өсіп келе жатыр деген сияқты. Сіздерде енді көкпардың Роналдо, Мессиларсыздар ғой, бірақ сіздердің енді арттарыңыздан өсіп келе жатқан Ямалдар кімдер атап айта аласыз ба? Мысалы, көңіліңізге жағатын бір ерекше қасиетімен, ерекше болса, несі ерекше оның басқалардан дегенде? Енді былай айтқан кезде енді жас балдар көп өте шығып келе жатқан көп. Енді мысалы мен білетін мысалы былтыр мысалы 20-30 мықты еңкейгіш балдар болатын болса, одан да алдыңғы мысалы келіп жатқаннан көбейіп келе жатыр да. Олардың да қызығушылықтары артып, бұрын енді мысалы екі қолмен еңкейеді екен, осындай десе, қалай сонда ол деп мысалы біреу егарда тұрады, біреу жалда тұрады деген сияқты. Біреу екеуінің мысалы қол жіберіп еңкейіп жатқандарын көретінбіз да. Бір енді еңкейген көкпар тастаған кезде бір көтеріп барып екінші қолды салады деген сияқты. Біреулер екі қолды бірдей қалай тастайды, бірден тастап қалай еңкейеді деген кезде ол нәрселер енді қазір қатты таңсық болмай қалды да бізге. Өйткені қазір палуандар еңкейіп жатқандар енді өте екі қолмен бірдей тастап еңкейіп жатқан балалардың талайын көріп отырмыз да. Қазір деген өте мықты. Енді қазір енді мен мынау деп айта алмаймын, өйткені барлығы енді былай айтқан кезде біреуінің мысалы еңкею жағы, біреуінің көкпарының захваттары мықты болады, біреу мысалы көкпарды жылдам көтеруі деген сияқты әрқайсысының өзінің бір преимуществолары болады ғой. Қарап тұратын болсаң доданың ішінде әрқайсысының бір әртүрлі істеген істеріне мысалы қарап сыртынан қызығып қарайсың. Көп адамның көкейінде жүрген тағы бір сұрақ, ерекше сұрақ деп ойлаймын өзім. Ғалымжан Мырзабаевқа қатысты. Енді қазіргі көкпарда Ғалекеңді көп көкпардың жанкүйерлері тек қана алдыңғы палуан деп есептейді ғой енді. Ғалымжан Мырзабаев өзі кезінде еңкейген бе екен, еңкеуден хабары бар ма екен деген сұрақты бір өзіне қойық, не жауап беретін? Беке бауырым, негізі бірінші бастаған кезде еңкейгем, өзім еңкейдім, мен айландырды, 3-4 кісі айландырды басында. Одан кейін енді бірінші кезде көкпарды алып, көкпарды талай аттың үстіне түсіп қалдық қой. Одан кейін жай енді бірінші көкпарды еңкейіп жатқан балалардың барлығының әртүрлі бір ойлайсың ғой, бір армандарың болады. Мен андай өгіз сасам екен, ақырғы салымда түйе сасам екен, түйе сап болған кейін машина сасам екен, тоғыз қалай болады екен сасам деген сияқты қандай бір сезінгің келеді ғой сондай нәрселерді. Салып жатқандарды көресің, ол кезде енді мықты алдымызда ағаларымыз бар, еңкейіп жатқан соларды көретінбіз. Мынау түркістандық Бақтыбай деген ағамыз бар еді, Шырынқұл Бақтыбай, сол Мини Ербол деген кісі недегі Жетісайдағы. Сондай көп палуандарды көретінбіз. Қошқар палуан нағашы, ол кісілер енді Қошқар нағашының еңкейгенін көрген кезде енді мынандай да адам болады екен ғой деп не деген қызығушылық кездер болды ғой. Бірақ сол кезде еңкейген кезде ең бірінші болып ақырғы салымды екі өгізге сағым. Бізде игілік деген жерде өзімнің бір Қызылша деген атым бар еді. Сонымен ақырғы салым екі өгіз бару, екі өгіз келу болған. Сол кезде екі өгізге сағым бару. Өзіңіз еңкейіп алдыңыз? Өзім еңкейіп алып, арқасында еңкейіп екі өгізге сағым. Одан кейін өзіміз жақта бір тағы бір көкпар болған, 01 деген Жигули бар ғой кәдімгі. Сол Жигулиге бір Шардарада Ақбозатпен, Шардараның аты Ақбозатпен еңкейіп өзім алып салғам. Одан кейін түйеге салдық. Түйе бастаған 9-ға Шардарадағы Ескендір деген ағамыз айландырған, ақырын баруын сол Ескендір ағамыз саған, қайтуын мен сағам. Өзіңіз еңкейіп өзім еңкейіп, өзім сағам. Баруын да алып бергем, қайтуын өзім сағам. Одан да басқа сол кейін өгіздерден
салдық қой. Енді өзім бір 2 жыл ма еңкейдім. 2 жылдан кейін уже алдына өтіп айландырып шаптық қой. Жылауды тағыңдар, доданы жарыңдар, абырой табыңдар, бет ашар салыңдар. Барлық нәрсені спортпен салыстырамыз. Футболисттің өзінің ойнау стилі болады. Анау реалдағы виниларды білесіз, пас кетсе былай қатты ұшады. Кей боксерларды білесіз, біреу алға қарай жүріп бокстасады, біреу артқа қарай жүріп бокстасады. Мексиканский стильдегі тек қана төбелесе береді ғой. Енді сол сияқты әр палуанның ғалекеме көкпар көрген кезде әртүрлі стиль болады. Сіздің көкпар шабу стиліңіз қандай негізі? Қалай шапқанды ұнатасыз? Ашылып қалған жерлер болады, соған жылдам кіріп, кейін көкпар тигеннен кейін қолға қарасадат, қолға. Сәл басы жұмсақтау болса, жақсы да, аяқ жылдам басса жұмсақтау болса, сөйме айдасаң бір өзің бір андай бір басқаша сезім болады бір. Өзің бір рахаттанып қаласың да. Ана жеке айда батпен барғанша қызық та. Әсіресе андай бір тартыс көкпарлар болады ғой. Тартыс көкпарларда жеке батып салғың келеді ғой енді. Топтың бір несі мынандай да, топпен айдаған кезде ана ат сүрінетін болса, сол қауіпті да. Ат сүрінсе бірің үстіне бірің топырлап түсесің да. Бір боксерлар болады. Бір жарыста жақсы ашылады да, күшті бокстасады. Bir жарыста баяғы боксер танымай қаласың, кәдімгі жоқ, сен басқа едің ғой, мынау өнерің не деген сияқты болып қалады да. Атта осындай ма? Bir көкпарда жақсы істейді, бір көкпарда істемей қалады. Әлде ат бабында болса істеп тұра бере ма? Ат бабында болып істеп тұра береді негізінде. Bir кезде де оның қарауы дұрыс болмай, мінілуі дұрыс болмай қалатын болса, сразу сезіліп тұрады аттан. Ат сразу сезіліп қалады оның. Ат өйткені 1-2 күн тұратын болса, неғып қалады болса, қамығып қалатын аттар бар да. Біреулер міністі қалайды, біреу сәл демалдып шығарғанды қалайды. Оны аттың егасының өзі түсіну керек қой. Bir сұрақ, қазір жастар көп қой, Құдайға шүкір. Тай бағып жатыр, құлын бағып жатыр. Сіз палуансыз, сіздің алдыңызға көкпарға келесіз, аттар келеді, ат міне бересіз. Бірақ Ғалымжан Мырзабаевтың өзі тай баға ма? Құлын баға ма жалпы? Или тек қана үлкен аттарға мініп жүре бересіз ба? Соны айтыңыз. Тайлар бар, үйде тайлар бар. Андай жақсаттың өзіңе ұнаған аттардың балаларын алып өсіреміз. Палуандар киініп, шютоктарын тағып, қамшыларын реттеп, бөріктерін киіп алды. Құдай қаласа қазір аттары келеді. Біз енді жанкүйерміз, әр қазақтың баласына жанкүйерміз ғой, бірақ ол ат терлетіп оңтүстіктен келген палуандар өгіз өлді салса, беташар салса екен деп тілейміз. Қазір жаз уақытысында барлығы көкпар шаппақ түгіл қазір жаз уақытысында атқа мінгенде сағынатын уақыт қой. Сол үшін келіп, сағынышымызды басып, көкпарды бір рахаттанып шауып қайтамыз. Бұйырғанын саламыз қолдан келгенше. Барлығы салу үшін сонша жерден келгеннен кейін салуға да жан таласады бәрі. Ешкім қарап тұрмайды. Енді орталық болып тұр ғой енді бұл жер. Бас қаламыз әрі. Барлық жерден қарайды, барлығы көз тігіп отыратын жер қазір. Көкпардың әр өңірде дамығаны өте маңызды ғой. Тек қана мына оңтүстік, Жамбылда, Алматыда емес, жалпы Қазақстанның әр өңірінде дамығаны өте маңызды. Өйткені көкпар дамыса, атқа мінетін жастар көбейеді. Ал атқа мінетін жастар көбейсе, сол жастардың мінезі шыңдалады. Қазақылық, ұлттық рух сол аттың үстінде оянады. Аттан түспе деген сөз бар ғой. Сол әр қазақтың баласы әр өңірде, Қазақстанның барлық жерінде жастардың барлығы ат үстінде болса, атқа мінсе, атқа жақын болса, ол мынау ұлттық тамырдан ажырамайды. Сол үшін аттың айналасында, көкпардың айналасында қазақтардың көп болуы, осындай көкпарлар, бата көкпарлар, той көкпарлардың жиі өтуі мынау қазақылығымыздың сақталып, қаймағымыздың бұзылмауына үлкен бір себеп. Өзбекстаннан Абдуллах деген палуан бауырымыз келді. Ошаға бүгін осы Астананың көкпарын бір көріп кетейік, Астана қаласын бір көріп кетейік деп. Қалай болады екен Астананың көкпары жаздың кезінде деп. Өзбекстаннан қонақтар келіп қалды. Енді Құдай қаласа бүгін көріп, көкпар тамашалап қайтады енді. Бұйырса салымын салып, qadrdonligimiz abadiy bo'lsin. Qozoq eli, o'zbek eli doimo do'st bo'lib, bir-biri ana shunaqa boruv kelib qilib yurishsin. Бұйырған саламыз деген жақсы ғой, енді одан әдемі сөз жоқ қой, бәрі керемет. Сонымен жабуға да болады да тақырыпты. Бірақ енді міне беташарын саламыз, өгіз өлді саламыз деген мақсатты анық, айқын қоясыздар ма? Әрине, ол обязательно ол. Бірінші ниет беташар өгіз өлді салуға ниеттеніп келеміз ғой, бұйырса. Кейін қалған бұйырғанын сала береміз ғой, иншалла. Мақсат жаңағы беташар мен өгіз өлді ғой. Сол. Құдай қаласа. Барлық кейін палуандарда мақсат солай шығар, бірақ енді бізде де сол нақты мақсат сол. Жылауды тағыңдар, доданы жарыңдар,
Abroy tabında Betaşar salında Қазақ көкпарының мақтанышы болып тұрған азамат бүгінгі таңда мына Ғалымжан Мырзабаев барып келуін Әнуар Қажы көкеміздің 111 есімді сәйгүлігімен салдымыны салындырып болсын. Ғалымжан палуан өзінің мықтылығын, шеберлігін көрсетіп, беташар салымның бару келуін салды міне. Ғалымжан палуан әдемі, өте қуаныштымыз, тамаша. Ғалеке, құтты болсын, жоқ, әдемі. Беташар салым құтты болсын, бару келуі. Рахмет, Алла разы болсын. Алла нәсіп еткен екен, әдемі. Алла шүкір, алхамдулилlah. Қалай болды? Іште қалай болды? Жақсы, әдемі болды. Қалай нәсіп болды? Қай жерде? Көкпарандай болып тұр, бұғылап тұрды андай. Мына жерден бір бастан айдыр. Қайты, барып қалды қайтыр, шүкір Алла. Ана жақтан ана кім біреу басып шықты. Жарты мәреген кезде демалып тұрғанбыз ортада. Сүйерден түсті көкпар. Ортадан түскен жерден қайтып бері қарап айдады. Әдемі, тамаша. Қуанып жатыр. Бұл жерде Шартақтада елдің бәрі қуанып жатыр. Бару келу. Керемет. Өгіз өліпті солай нәсіп болсын, Құдай қаласа. Нұрғали Қажы көкеміздің баласы Жаманғали палуан салдымыны салындырып болсын. Әдемі шабуыл жатыр. Жас Абдуллах палуан салды. Өзбекстан Республикасы Қоқаннан ба? Қоқаннан келген. Берік Жанкел, Таутұмар, Берік Мырза мені өскелең ұрпаққа осы мені көш бастап жүрген азамат. Ассалаумағалейкум, Астана жұртшылығы, Шымкент оңтүстіктен келген ағайындар, бауырлар. Өңірде көкпар жоқ, сағынып аңсап осы жерге келіп, жақында бір 15 күнде кетеміз Америкаға. Сонда витаминді алып кетейік деп. Бірге той құтты болсын, Құдай қаласа. Алла тағала бақ берсін, береке берсін, ниеттер қабыл болсын, мұрат асыл болсын. Аумин. Өскелең ұрпақты қазақилыққа тәрбиелеп жүргенде сен мені жаңылмаймыз. Таутұмар менен мені хит болған Берік Сұлтан алдарыңызда әдемі салды мені. Жетектеу, сүйреу деген болған жоқ. Өгіз өлді, өгіз өлді. Әнуар Қажы көкеміздің 111 есімді сәйгүлігі Ералы Мырзаның баптауындағы сәйгүлік Ғалымжан Мырзабаев. Сәйгүлігімен толық палуан салса. Астананың көкпары аяқталды. Көрдіңіздер өздеріңіз, беташар бару келуі. Ғалымжан Мырзабаев. Ғалеке құтты болсын. Амансыз ба? Зор, тамаша, беташар бару келуі. Өгіз өлді. Өте қуаныштымын. Алла берекесін берсін. Өгіз өлді, қалай болды? Аттың үстінде тұрып айтыңызшы. Қалай басылды, қалай нәсіп болды, қалай алып шықтыңыз, қалай салдыңыз? Мына жерде бағана ақырының алдында демалып тұрдық. Жақын жерден нерден түсті ғой. Бар бір андай салуға мүмкіндіктер болды ғой. Мынамен тигізуге де болатын еді. Оған қатты әрекет қылған жоқпыз. Өйткені енді өгіз өлдіге әрекет қылайын дедік те. Қазір мына Шартақтың алдынан бір-екі рет мүмкіндік болды. Соны Толик бауырымызға тиіп салды ғой Толик палуан. Арғы мәреден түскен жерден көкпарды алдық біз. Алдық, сүйреп бір тастадық қой. Қайтып айналып кеп қайтадан екіншісіне бұйырған екен, көтеріп алды. Нариман әнім молодец. Аллаға шүкір. Дұрыс болды. Керемет болды. Одан кейін атта тың болып тұрған, жақсы айдап келді атты. Сезім қалай, сезім? Сезім енді айтам ғой, ең рахат сезім. Ақырын салып келе жаттың ғой. Бұл кезде жаны кеңшілік, барлығы әдем болды. Ғалекеңнің, Ғалымжан Мырзабаевтың артындағы Нариман бауырымыз беташардың бару келуін көтерді. Өгіз өлдіні көтеріп берді. Нариман, қалай болды? Беташардан бастап айтып берші. Қандай қиындықтар? Қалай көтердің? Қалай жеттің? Шаңнан көрінді ма? Шаңнан көрінеді, түсіп береміз. Нәсіп болған екен. Бірінші салым бару келу тиді. Кейін ақыры пәстік мәренен тиді, оны аламадым. Пәстен қайт тиді ол. Аллаға шүкір салып алдық. Жирхан салдық та. Қалай өтті? Жақсы өтті. Аттар салмай. Сүрінбей жығылмай жақсы өтті. Дода қалай болды? Дода тез-тез ғой бұл жер. Тез-тез. Ең басы аман есен. Иә. Бәрі аман сау. Жығылмай, сүрінбей өтті. Көкпардан кейінгі қуаныш осы міне. Бәрі қуаныш, арқа-жарқа, ең басы аман есен. Аман есен үйге қайту, ол өгіз өлден де үлкен салым. Бұл палуанда бір салды ғой, Иә. Абдуллах бауырымыз салды. Бәрекелді өді. Аллаға шүкір. Реклама салым салды. Реклама салым. Құтты болсын міне, әдемі. Рахмет.